Қарағанды облысында инвесторларға арналған кеңсе ашылды. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының ғимаратында кәсіпкерлер мен инвесторлардың қатысуымен семинар өтті. Форум қатысушылары инвесторлардың құқығын қорғау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, бизнестің шығындарын азайту сынды мәселелер талқылады. Қарағанды облысындағы инвесторларға қолдау көрсету арнайы фронт кеңседе көрсетілетін болады. Мұнда оларға елімізде кәсіп ашып, бизнес жүргізуде қажет болатын заңнамалар мен құқықтық актілер түсіндіріледі. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа итермелейтін жағдайлардың алдын алу туралы кеңес береді. Бір сөзбен айтқанда, мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті аймақтағы қолайлы инвестициялық ахуалды сақтау үшін барлығын жасауға ниетті. Халықаралық рейтингтерде Қазақстанның алып жатырған орындары жақсарып келе жатыр, бірақ дегенмен 16-17 жылдардағы бір жүргізілген әлеуметтік сауалнамаға сәйкес кәсіпкерлер қандай да бір коррупциогендік мәселелердің бар екендігін көрсеткенді. Сондықтан да осындай мәселелерді келешекте болдырмау мақсатында Қазақстанда бір инвесторларға, жалпы бизнеске жақсы бір климат жасау, мемлекет пен осы бизнестің арасында жақсы бір іскерлік қарым-қатынасты жасау мақсатында осындай жобаны ұсынып отырмыз. Осы жобаның аясында келешекте жаңағыдай айтылып жатқан қандай да бір проблемаларды бәрін шешіп, Қазақстанның осы инвестиция бағытында, бизнес даму бағытында өзінің үлесін жақсартамыз деп сенеміз. Инвесторлар мен мемлекеттік органдар арасындағы тағы бір делдал Қазақ Инвест ұлттық компаниясы болып табылады. Жас кәсіпорынның негізгі міндеті ел экономикасына инвестицияларды тарту және экспортты дамыту. Қазақ Инвест аймақтық өкілдігі инвесторларға қажетті қолдау көрсетіп, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу қажеттілігін барынша азайтуға тырысады. Непосредственно наше представительство мы оказываем различную поддержку инвесторам. Біз Қарағанды облысы бойынша инвесторлық жобаларды жүзеге асырамыз. Бізден көмек сұрап келгендерге мемлекеттік органдарға барлық құжаттарды дайындау, тапсыру, жіберуге көмектесем және кеңестер береміз. Инвесторларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес инновациялық жобасын талқылауға арналған форумға шамамен 40 отандық кәсіпкер мен шетелдік инвесторлардың өкілдері қатысып, фронт кеңседе қандай қызмет түрлерін ала алатындығын біліп қайтты. Барлық сұрақтар бойынша консультациялық көмекті 14-24 нөмірі арқылы білуге болады. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы.